Спорт денсаулық кепілі. Онымен күнделікті шұғылданудың кім-кімге де тигізер пайдасы зор. Өйткені дана халқымыз дені саудың жаны сау деп текке айтпаған. Денсаулық бұл адамның еңбекке белсенді болуы, әрі ұзақ өмір сүруі, тәннің саулығын және рухани саулығын сезіну. Денсаулық адам өміріндегі ең жоғары дүние болғандықтан, әр адам баласы өз денсаулығына көңіл бөле қарау қажет. Оны орынсыз ысырап етпеу керек. Үнемі денсаулықтың қорын көбейтіп отыру керек. Біз денсаулығымызға немқұрайлы қарап, оған үлкен зиян келтіреміз. Әркім өзінің денсаулығының нашарлауына өзі кінәлі. Ауруды ағзаларға жолатпау адамдардың өз қолында. Сол себепті әр адамды салауатты өмір салтын қалыптастыру керек. Салауатты өмір салтын ынталандыру әр қайсымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға, зиянды әрекеттерден аулақ болып, тазалық пен санитария шараларын сақтауымыз қажет. Халқымыздың тіршілігі мен бірлігі жарқын келешек көп ретте денсаулық мәдениетін қаншалықты дәрежеде қалыптасуына байланысты. Денсаулық ел дамуының басты арқауы. Денсаулық сақтау біздің өміріміздегі келелі мәселелердің 3-ші мыңжылдыққа атаған еліміз үшін өзекті міндеттердің бірі. Жеке адамның да, мемлекеттің, қоғамның да басты байлығы денсаулық. Тері тазалығы адам денсаулығының кепілінің бірі. Ыстық сумен және сабынмен жуынған жағдайда ғана теріні түрлі микробтар мен лас нәрселерден айықтырып тазартуға болады. Адам терісінің ең өсімтал бөлігі шаш пен тырнақ. Ол адамның миын күн сәулесі мен суықтан сақтайды. Әр шаштың өзінің өмір сүру мерзімі бар. Шаш сырт көзге өз қалпын сақтап тұрғанға ұқсағанымен, шын мәнінде күніне 100 тал шаш түсіп, 100 тал шаш шығып отырады. Бес нәрсеге асық бол, бес нәрседен қашық бол. Қағидасын берік ұстап, ертедегі ата-бабаларымыздың әскерлі сөз мәйектерімен жеткізе білген. Денсаулық жайлы ойларының қадірін түсіне білу керек. Сау дене, азат ақыл, адам көңіл үшеуімен бақытты болады. Өмір дегендей, өмірге адам болып келген соң адам болып өту, өмірімізді мәнді де сәнді өткізу, келешекке оң көз қараспен қарау міндетіміз. Бұл өмірді дұрыс өткіземін десең, салауатты өмір салтын ұстан. Салауаттылық саулық кепілі, ал саулық байлық негізі. Деп отырып, бүгінгі тәрбие сағатымызды аяқтаймыз. Сау саламатта болыңыздар.